Мысыр елі Сұлтан Бейбарыстың құлдыққа сатылып кетіп, ел басқарып сұлтан болып қайтқан жері. Тамақтары деген керемет. Біздің жатқан гостиницамыздың тамағы деген таңертеңнен кешке дейін жей бересіз. Таңертең басқа. Салем, салем. Таңертең, обедте, кешкі ужин, поздний ужин бәрі бар. Тамақтары дәмді дегенде айта алмаймын, сөзім жоқ. Әсіресе маған өзіме мысалы етті жақсы көрем. Ет, тауықты деген керемет пісіреді. Сосын бүкіл тамақтары натуральный ғой. Сүті болсын, шайы болсын, еті болсын, барлығы натуральный. Осы жаққа келіп сол тамақтарды жегеннен кейін мен біздің елімізде натуральный зат қалмай бара жатқанын түсіндім. Мына мешітті қарасаңыздаршы. Бізде қаншама жүздеген, мыңдаған мешіттер салып жатыр ғой, я. Бірақ білмеймін. Туристердің бәрі ағылып келіп жатыр. Біздің жерімізде де осының бәрін жасауға болады. Түнгі қала. Қолдан алаша тоқып сол жерде сатып жатыр ғой. Натуральный жіптен кәдімгі. Тур ғой, тур. Оның ішіне самолетпен баруыңыз, келуіңіз кіреді. Қонақ үйде неше күн таңдайсыз, соның барлығы кіреді. Ішінде ішетін тамағы кіреді, күтіп алуы, шығарып салуы кіреді, барлығы кіреді. Ішінде гостиницаның шарбағында бассейн бар. Күнде кешкісін концерт, шоу, дискотека, танцы. Сосын енді теңіздің жағалауында ғой барлық гостиницалар, теңізге барып түсе бересіз. Бұлардың даже киімдері неше натуральный ғой, тамақтары натуральный, киімдері натуральный, мешіттері де сол натуральный. Сөз жоқ. Рахмет, туристердің ағылып жатқан соншама біздің қазақ тілінде сөйлеп тұр ғой. Сатушылары. Үстіме кәжекейімді киіп алып аралап жүрмін. Қазақстан деп танып атқандар аз емес. Қазақша сөйлесіп атқандар да аз емес. Осы елдің тұрғындарының ішінен. Мына жақта даже светофор жоқ қой, представляете? Светофор жоқ. Рахат.